Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алма қосылған шарлотка дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, оны аппақ болып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Бірінші жайдан бастап, кейін қатты режимге қоссаңыздар болады. Сосын ертілген немесе бөлме температурасындағы сары майды қосамыз да 1-2 рет шайқап аламыз. Сосын ұнға қосқышты қосып, араластырып, оны електен өткіземіз. Ұнды бірдестен салуға болмайды. Мен сияқты 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жаймендеп салып, миксерлесеңіздер болады. Кейіннен қамырымызға ұсақтап туралған алманы салып, жақсылап араластырып аламыз. Формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, сары маймен жағып, қамырымызды құямыз. Бетін тегістеп, оны әсемдеу үшін бір алманы видеода көрсетілгенде жұқалап турап, бетіне қойып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, менде 1 сағаттай пісті. Сосын абайлап пышақпен жан-жағын босатып формадан шығарамыз. Пирогымыз толықтай суы қажет, себебі ыстық кезінде кескенде пирог шикі болып қалуы мүмкін. Қалауыңызша бетіне қант ұнтағын сепсеңіз де болады. Осылайша біздің пирогымыз дайын. Дайындалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыңызға, үйшіңізге ұнайтыны сөзсіз. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де жоғалтып алмау үшін колокольчикті басып қойды да ұмытпаңыздар.